Сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен сосиска вкляре тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер ұн, 2 жұмыртқа, шекер, тұз және 1 стақан сүт қажет болады. Дәл осылай мен араластырып жатқандай етіп араластырып аламыз. Келесі кезекте бізге сосиска, сыр және де таяқшалар қажет болады. Мен сіздерге қазір қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Сосисканың қабығын аршып, таяқшаларға біртіндеп кіргізе бересіздер. Сырды 4 бұрышты етіп турап салдым. Дәл осылай мен істеп жатқандай етіп жасасаңыздар болады. Ендігі кезек қуыруға да келді. Жаңағы жасаған таяқшаларымызды қамырымызға аунатып аламыз. Қамырдан кейін панировочный сухарикиге аунатып, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Міне қыздар, сосиска вкляре менде осылай шықты. Дәмі өте дәмді. Ас болсын.